Сәлеметсіздерме, балалар? Бүгінгі Қазақстан тарих пәнінен тоқталатын бөлім Қазақстандағы ежелгі адамдардың өмірі. Ал сабақтың тақырыбы кіріспе сабақ. Дәптерімізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алдыңыздар. Зерттеу сұрағы: Қазақстанның ежелгі тарихында не оқытылады? Сабақтың мақсаты: ежелгі Қазақстан тарихын кезеңдермен танысасыздар. Ежелгі Қазақстан тарихына жалпы шолу жасайсыздар. Ең алдымен балалар, тарих дегеніміз не? Адамзаттың басынан өткізген оқиғалар мен ерлік істерін, оқиғалар мен құбылыстарды зерттейтін ғылымның бір саласы. Тарихшы ғалымдар тарихты дәуірлерге бөліп, бір жүйеге келтірді. Өз тарихымызды білу, өткеніміз бен болашағымызды саралау үшін қажет. Туған жеріміздің тарихы, ата-бабаларымыздың бастарынан кешкендері, батырлық істері, ерлік дәстүрі, тыныс тіршіліктері жайлы төл тарихымызды оқып білеміз. Жалпы балалар, тарих 4-ке бөлінеді. Ежелгі заман тарихы, орта ғасырлар тарихы, жаңа заман тарихы, қазіргі заман тарихы. Ал сіздер 5-ші сыныпта ежелгі заман тарихын өтетін боласыздар. Енді нақты тоқталып кетейік не оқитындарыңызға. Қазақстанда ежелгі адамдардың өмірі, ежелгі көшпелілер өмірі, сақтар, үйсіндер мен қанлар, ғұндар, сарматтар, ежелгі Қазақстан тарихына жалпы шолу жасайсыздар. Яғни сіздер жыл бойы осының бәрін өтетін боласыздар. Ал дәптерімізге балалар кішігірім конспект ретінде жазып алайық. Дәптерімізді ашамыз. Тарих дегеніміз адамзаттың басынан өткізген оқиғалары мен ерлік істерін, оқиғалар мен құбылыстарды зерттейтін ғылымның бір саласы. Тарихшы ғалымдар тарихты дәуірлерге бөліп, бір жүйеге келтірді. Осы жазып алдық. Тарих 4-ке бөлінеді. Ежелгі заман тарихы, орта ғасырлар тарихы, жаңа заман тарихы, қазіргі заман тарихы. Болды балалар, осыны ғана жазып аламыз. Менің айтқандарымды ғана жазып болсақ, ары қарай жалғастырайық. Мен сіздерге және айттым, тарих 4 кезеңге бөлінеді. Ал соның ішінде ежелгі Қазақстан тарихы 3-ке бөлінеді. Ол тас дәуірі, қола дәуірі, ерте темір дәуірі. Оның ішінде балалар тас дәуірі тағы өз кезеңде 3-ке бөлінеді. Ерте тас дәуірі палеолит. Біздің заманымыздан 2,6 миллион жыл бұрын, біздің заманымыз 12-ші мыңжылдыққа дейін. Орта тас дәуірі мезолит, біздің заманымыздан 12 мен 5-ші мыңжылдықта. 3-ші тана тас дәуірі неолит, біздің заманымыздан бұрын 5-3-ші мыңжылдықта. Тас және қола дәуірінің арасында өтпелі кезең бар. Оны біз энолит деп атаймыз, немесе мыс тас кезеңі деп атаймыз. Ол біздің заманымыздың 3-ші мыңжылдықтың соңы. Сосын қола дәуірі біздің заманымыздан бұрын 2-ші мыңжылдық пен 8-ші ғасыр, ал ерте темір дәуірі біздің заманымыздан бұрын 1-ші мыңжылдық пен біздің заманымыздың 6-ші ғасыры. Жалпы балалар, біз осы 90 бойы 1-ші 90-да тас дәуірін өтетін боламыз. Ал қола дәуірі мен ерте темір дәуірін кезеңдерін біз нақты осы тақырыптарға тоқталған кезде өтетін боламыз. Қазір дәптерлеріңізге осы кестені сызып алып есте сақтайтын боламыз. Балалар, кестені сызып дәптерлерімізге жазып алсақ, білімнің сайтын пайдаланып, бейне материал көретін боламыз. Бейне материалдан кейін балалар тапсырма орындайсыздар. Қазақстанның ежелгі тарихы қандай кезеңдерге бөлінеді? Тас дәуірінен кейін қандай дәуір келді? Тас дәуірінде адамдар қалай өмір сүрді? Қола және темір дәуірлерінде
адамдар немен айналысты? Қоғамда қандай өзгерістер болды? Осы сұрақтарға жауап іздейік. Тарихты білу не үшін қажет? Төл тарихымызды білу біз үшін ата-бабаларымыз өмір сүрген заман мен бүгінгі заманды салыстырып саралау үшін қажет. Кіндік қанымыз тамған туған жерімізбен осы жерімізді қорғауда аянбай күрескен ата-бабаларымыздың батырлық, ерлік дәстүрі, тыныс тіршіліктері жайлы тарихтан оқып білеміз. Өткен замандарда өмір сүрген дара тұлғаларымыздың ерлік дәстүріне қанық жас ұрпақтан ғана елім, жерім деген нағыз азамат шығады. Тарих сонымен бірге адамзат баласының өткеніне үңіліп ой жүгіртетін жол. Қазақстан тарихы жалпы тарихтың құрамдас бөлігі. Бұл біздің туған отанымыздың тарихы. Ал ендеше бастайық. Қазақстан тарихы 4 кезеңге бөлінеді. Бірінші, ежелгі Қазақстан тарихы. Екінші, орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы. Үшінші, жаңа заман тарихы. Төртінші, қазіргі заманғы Қазақстан тарихы. Қазақстанның ежелгі тарихы қандай кезеңдерге бөлінеді? Ежелгі тарих адамзаттың ең ұзақ кезеңін қамтиды. Ғалымдар еңбек құралының жасалу ерекшелігіне қарай Қазақстанның ежелгі тарихын тас, қола, темір дәуірлеріне бөледі. Тас дәуірінің өзі ерте тас дәуірі палеолит, орта тас дәуірі мезолит, жаңа тас дәуірі неолит. Тас пен қола дәуірінің арасындағы өтпелі кезең мыс тас кезеңі энеолит болып бөлінеді. Тас дәуірінен кейін қандай дәуір басталды? Тас дәуірінен кейін қола дәуірі басталды. Ол біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдық пен біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші ғасыр аралығын қамтиды. Одан кейін біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдық пен біздің заманымыздағы 6-шы ғасыр аралығын қамтыған ерте темір дәуірі болды. Тас дәуірінде адамдар қалай өмір сүрген? Тас дәуірінде адамдар табиғатқа толықтай тәуелді болды. Ежелгі адамдар суы мен азығы мол, еңбек құралдарын жасайтын шикізаттары бар жерлерді мекендеді. Олар біртіндеп, тәжірибе жинақтап, қарапайым тас құралдарын жасаудан металл өндірісіне дейінгі жетістікке қол жеткізді. Қола дәуірінде адамдар немен айналысқан? Неолит дәуірінде мал шаруашылығы, егіншілік, металл өндіру пайда болған болатын. Ағылшын тарихшысы Гордон Чайлд бұл жаңалықты неолит революциясы деп атады. Қола дәуірінде мал шаруашылығы мен егіншілік одан ары дамыды. Нәтижесінде артылған өнімдерді жинауға мүмкіндік туып, адамдар табиғатқа тәуелділіктен аздап арылды. Темір дәуірінде қандай өзгерістер орын алды? Темір дәуірінде шаруашылықтың дамуы жаңа сатыға көтеріліп, темір құралдар кең қолданысқа енді. Еліміздің табиғат құбылысына бейімделген көшпелі мал шаруашылығы өркендеді. Қоғамда қандай өзгерістер болды? Қоғам маңызды даму кезеңдерінен өтті. Тобырдың орнын рулық қауым басты. Көшпелі мәдениет қалыптасып, жетістіктері әлем өркениетінің игілігіне айналды. Қазақстан территориясын ерте темір дәуірінде мекендеген Сақ, Ғұн, Үйсін, Қаңлы, Сармат тайпалары қазақ халқының қалыптасуында маңызды рөл атқарды. Балалар, бейне материалды көріп аяқтадық. Ары қарай жалғастырамыз сабағымызды. Тапсырма. Қазақстан тарихын кезеңдерін жоғарыдан төменге қарай ретмен орналастыру керексіздер. Міне балалар, орта ғасырлар тарихы, заман тарихы, қазіргі заман тарихы, ежелгі заман тарихы. 1, 2, 3, 4 орналастырамыз, орнына қоямыз. Қай кезеңнен кейін болды. Және балалар, конспектте де айтылды. Сіздер бейне материалдан да көрдіңіздер. Соны еске түсіре отырып орындаймыз. Бірінші тапсырманы орындап болсақ, балалар, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма: ежелгі Қазақстан тарихы қандай кезеңдерге бөлінеді? Балалар, шатастырмаймыз.
ежелгі Қазақстан тарихы емес балалар. Жалпы ал ежелгі Қазақстан тарихы қандай кезеңдерге бөлінеді? Мұнда балалар дұрыс жауап саны 3 болу керек сіздерге. 3-ін белгілесек, ретімен орындап болдық деп ойлаймын балалар. Ары қарай балалар жалғастырайық. Бос орындарға тиісті сөздерді орналастыру керек сіздер. Тас дәуірі бірнеше кезеңге бөлінеді. Сіздер осы жерден тауып көрсек, палеолит, неолит, мезолит немесе энолит па. Дәл солай орта тас дәуірі ол палеолит па, мезолит па, неолит па немесе энолит па. Жаңа тас дәуірі палеолит дейміз ба, неолит дейміз ба, мезолит немесе энолит дейміз ба. Және тас дәуірі мен қола дәуірінің арасындағы өтпелі кезең болды. Оны біз қалай атаймыз? Палеолит, мезолит, энолит немесе неолит дейміз. Яғни кезеңге қойып шығу керек сіздер. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.